Енді тұрғындарға тегін стоматологиялық көмек көрсетіледі. Облыс әкімдігі мен өңірлік корейлер қауымдастығы бірлескен жобаны қолға алып отыр. Оңтүстік Кореяның Чамжун клиникасының мамандары жергілікті тұрғындарды қабылдап, тегін ем-дом жүргізуде. Толығырақ әріптесім Гаухар Серікқызы тарқатады. Оңтүстік Кореядан келген дәрігерлер соңғы 3 жыл бойы әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға және өңірдегі этникалық корей қауымдастық өкілдеріне тегін медициналық көмек көрсетіп келеді. Бұл жолы стоматологтар толық жабдықталған кабинеттер ашып, кешенді тексеру мен терапиялық ем жүргізуде. Биыл шамамен 50 адамды қамту жоспарланған. 저희는 한국에 참 좋은 나눔재단이라고. Біз Қазақстанға тұрақты түрде келіп, жергілікті тұрғындарға стоматологиялық көмек көрсетеміз. Мен Қазақстанға соңғы 20 жыл бойы үздіксіз келіп жүрмін. Алматы мен Талдықорғанда жұмыс істедік. Талдықорғанда бұл жобаны 3-ші жыл қатарынан жүзеге асырып келеміз. Осы уақыт ішінде көптеген тұрғын қажетті ем алып, мамандардың кеңесіне жүгінді. Биыл да диагностикадан бастап күрделі стоматологиялық ем шараларға дейін кең көлемде қызмет көрсетудеміз. Әсіресе тісін жоғалтқан азаматтарға ерекше көңіл бөлінуде. Шамамен 10 адамға тіс импланттары орнатылды. Жобаның тағы бір ерекшелігі ұрпақтар сабақтастығы. Тәжірибелі дәрігерлермен бірге Жетісуға жас студент еріктілер де келген. Олар үшін бұл сапар тек тәжірибе жинақтау емес, сонымен қатар орталық Азияның тарихы мен мәдениетін тереңірек тануға мүмкіндік. Жастар пациенттерді қабылдап, дәрігерлерге көмек көрсетуде. 저는 카자흐스탄에 지금 세 번째 왔고. Мен 19 жастамын. Пусан қаласынан келдім. Қазақстанға волонтерлік жоба аясында 3-ші рет келіп отырмын. Онда адамдарға көмектесу маған өте ұнайды. Осы жылдар ішінде пациенттердің шынайы алғысын көрдім. Бұл әрдайым ерекше әсер қалдырады. Еңбегінің адамдарға пайдасы тиіп жатқанын сезіну алдағы уақытта да осы іспен айналысуға ынталандырады. Мен Қазақстанға және оның халқына әрдайым қызығушылықпен қараймын. Бұл ел туралы маған стоматолог болып жұмыс істейтін әкем көп айтатын. Волонтерлік қызметке қатысқаннан кейін қызығушылығым одан әрі артты. Қазақстандықтарға жақындай түскендей болдым. Тіпті аз ғана көмегімнің өзі адамдарға пайда әкелетінін түсіну мен үшін үлкен қуаныш. Айта кету керек, бұл қайырымдылық жоба бүгінде тек медициналық көмек көрсетумен шектелмейді. Ұйымдастырушылар мен еріктілер мұқтаж отбасылардың тұрмыс сапасын жақсартуға да атсалысып келеді. Олар тұрғын үйлерді жөндеу, қажетті инфрақұрылым тарту секілді жұмыстарға қолдау көрсетеді. Сонымен қатар медициналық бағыттағы жұмыстар облыстық көпсалалы аурухана базасына да жүргізіледі. Данный волонтерский проект Бұл волонтерлік жоба бірнеше жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Осы уақыт ішінде ауқымды жұмыстар атқарылады. Стоматологиялық көмекке мұқтаж ондаған адам ем қабылдады. Сонымен қатар еріктілер тұрғын үйлерді жөндеуге көмектесіп, түрлі қайырымдылық акцияларын ұйымдастырып келеді. Бұл ауқымды бастама Корей халқының Қазақстан жері мен халқына деген құрметі мен алғысының айқын көрінісі. Волонтерлер мен ұйымдастырушылар өз еңбегі арқылы кезінде қазақ жерінен пана тауып, қолдау көрген отандастарының атынан ризашылық білдіріп, бүгінгі қазақстандықтардың денсаулығы мен әл-ауқатын жақсартуға үлес қосуды мақсат етеді. Гаухар Серікқызы, Карина Закриева, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы.